Ресей Украинаға басып кіргелі, Украинаны әрдайым қолдап келе жатқан ақш елінде Зеленский болмаса соғыста болмаушы еді деген мәтінмен баннер ілінгені рас па? Бірінші мына видеоны көріп алсақ. Жақында ресейлік сайттар мен TikTok парақшаларда No Zelensky, No War деген атпен баннер ілініп тұр деген тақырыпта видео тарай бастады. Көбі мұны ақштың позициясы осы деп қауесет таратты. Видео монтаждалған ба, әлде Нью-Йоркте осындай баннер расымен ілінген бе? Тексеріп көрдік. Біріншіден бұл ескі видео, яғни 2022 жылы ақпанда Ресейдің Украинаға басып кіруіне дейін түсірілген. Екіншіден, мына екі фотоны салыстырсақ, бірінші көріп тұрғандарыңыз фейк видеодан скриншот, ал екінші суретте оригинал, яғни ресейлік сайттарда жарияланған ақпарат толықтай фейк. Видео тараған алғашқы дерек көздердің бірі мына сайт. Мұнда авторлар көбіне ойын-сауық, сарказм және түрлі мем жасаумен айналысады. Ресей Украинаға басып кіргелі ресейлік пропаганда неше түрлі фейк ақпараттар таратты. Мысалы, Зеленскийді еш дәлел жоқ болса да, фейк суреттер жасап, нашақор деді. Тіпті оның егізі бар деп те жалған ақпарат таратты. Қысқаша осы. Желіде тараған видео немесе фотоға тез сеніп қалудан аулақ болыңыздар. Әрдайым ақпаратты жан-жақты тексеріңіздер. Келесі кездескенше.